Саламатсыздар, құрметті ұстаздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге керемет құрал Google Classroom'да түсіндіреміз. Google Classroom'ға компьютермен кіргеннен кейін қалай керекті материал, презентация, жаңағы жұмыс парақтарын өз компьютерімізге жүктей аламыз. Қалай орындаған біздің тапсырмаларымызды біздің ұстазымызға жібере аламыз. Осы заттарды түсіндірем. Ең бірінші біз өз курсымызға кіреміз. Қараңыз. Түркістан Physics. Мысалы, физикаға кірдік. Біздің курсымыз осы болса, бізде ең сол жақта мына жерде все задания, бүкіл тапсырмалар деген меню бар. Соған басамыз. Бұл жерде біз тапсырмаларымызды көре аламыз. Мысалы, қараңыздар, бізде физикада екі тапсырма бар. Бірінші апта және де екінші аптаның тапсырмалары. Енді тағы да менюға барып, өз пәнімізді басайық. Бұл терезешікте менюда басқа біз не көре аламыз? Бұл ең бірінші, мына жерде ең үстінде сол жақта лента деген біздің менюмыз. Бұл жерде біз өзіміздің ұстазымызбен, бүкіл басқа осы физикада отырған ұстаздармен сөйлесе аламыз, комментарий жаза аламыз, және де бүкіл біздің ұстазымыз жіберген презентация, видео, басқа да материалдар, тапсырмалар осы жерде көрінеді. Мысалы, сағат қаншада, қай күні ол тапсырма жіберілгенін біз көре аламыз. Және де бұл видеома, бұл assignment деген тапсырма, worksheet материалс деген жұмыс парақтар, материалдары, видео деген видео, әртүрлі PowerPoint слайд біздің презентациялар бәрі осы жерде көрініп тұрады. Қай күні жіберілді және де қай күні өзгертілді, жерден көре аламыз. Бұл жерде басқа мұғалімдердің әртүрлі сұрақтар болуы мүмкін, ұстазымыздың сіздерге түсінікті болсын деп жазған комментарийлер болуы мүмкін. Әр осы басқа бір ұстаздың жазған комментарийіне, сұрағына біз білетін болсақ, өз жауабымызды, өз комментарийімізді осы жерге жаза аламыз. Мысалы, былай. Сосын жібере аламыз. Бұл жер енді түсінікті. Ең басты меню біздің осы. Лента дегеніміз. Бізге керегі задание. Екінші меню. Осының үстіне басамыз. Енді қараңыздар. Бұл жерде біз бүкіл все темы дейді ғой, тақырыптар бұл жерде көрініп тұрады. Сол жақта. Үлкен-үлкен әріптермен бұл жерде категория топтарға бөліп тасталғандар. Мысалы, осы жерде қарайтын болсақ, 9 сыныптың фотоэлектрик эффект деген тақырыбы. Оның ішіне не бар? Слайд, PPT, PowerPoint презентациясы бар. Сөйтіп, көптеген осындай категорияларды көре аласыздар. Reflection of light деген мысал тақырып, ішінде жұмыс парақтары бар, презентациямыз, видеомыз бар. Біздерге керегі нұсқаулық, инструкция. Егер сіздер қалай жүктеу керек, қалай мысалы тапсырманы орындағаннан кейін тапсыру керек, осыған байланысты сұрақтарыңыз болса, осының ішіне кіріп оқи аласыздар. Үстіне басып, ішінен оқып, сұрақтарыңыз болса бізге жаза аласыздар. Енді бізге керегі assignments деген жер. Бұл жағы түсінікті ғой. 8 сынып болсын, басқа мысалы 9 сынып болсын, үстіп тақырып үлкен көк әріптермен жазылып сіздерге жіберіліп тұрады. Ішіндегі бүкіл керек материалдармен бірге. Оның бәрін ішін ашып, қарай аламыз, оқи аламыз, керек болса да жүктей аламыз. Мысалы, біз осы жерде осы 8 сынып Light Travels деген презентацияны көрейік. Ең бірінші үстіне басамыз. Үстіне басқаннан кейін осындай презентацияның өзі шығады. Енді презентацияны біз қарайтын болсақ, оның үстіне әшейін бассақ болды. Презентация ашылады, және де презентацияны қарап шығамыз, оқып, керек болса экранды видеоға түсіріп, түрлі программалармен, оны да сіздерге үйреттік, көрсеттік видеолармен, керек болса каналда көре аласыздар. Енді қараңыздар, бұл жерде қарап болғаннан кейін
жаба саламыз. Бірақ егер сізге презентацияны өзгертем, ішіне тағы қосатын заттарым бар десеңіз, оны жүктеп алсақ болады өзіміздің компьютерімізге. Оны қалай істейміз? Жаңа презентацияның үстіне оң батырманы басамыз. Және де открыть ссылку в новой вкладке деген батырма ең бірінші, соны басамыз. Қараңыз. Ең үстінде мына жерде бізде ол ашылады. Мұны біз не үшін былай істедік? Қазір түсінесіздер. Енді үстіп ашқаннан кейін ғана мына жерде 3 нүкте батырмасы бар, соған басамыз. Біз енді бұл презентацияны өзгерте аламыз және жүктей аламыз. Скачатьты басамыз. Көрдіңіз бе? Енді бұл презентация сіздің компьютеріңізға тікелей жазылады. Міне, жазылды. Ішіне кіріп, өзгертіп, жұмыс істей берсеңіздер болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, сөйтіп керек тек қана презентация емес, басқа да worksheet, жұмыс парақтарына кіріп, бұл жерде ең маңызды нәрсе, егер жүктейтін болсаңыз, материалдың үстіне оң батырманы басып, открыть ссылку в новой вкладке деген батырманы басып, ашқаннан кейін ғана мына жерде 3 нүктелі батырмадан скачать ете аласыздар. Басқа жолы жоқ. Мен білуім бойынша. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бізге керегі ең маңызды жағы бізге тапсырма деген assignments деген жерге барамыз. Бұл категорияның ішінде бізде бүкіл апталардың тапсырмалары көрінеді. Бізге мысалы бірінші аптаның тапсырмасын істеу керек және өткізу керек. Осының үстіне басайық. Бұл жерде ең бірінші қарау керек мәселе критерий оценки. Бұл тапсырма қалай бағаланады, қандай критерийлерге қаралады. Соң үстіне басамыз. Және де бізде бәрі 100 балл болады. Әр сұрақтың қанша балл болатынды көрсетіп тұр. Бірінші, екінші, үстіп қарап шығасыз, тапсырманы орындамай жатып, қай тапсырма қанша балл беретін көре аласыздар. Енді бұны жабайық. Бізге керегі просмотреть задание. Біз мысалы дейік, сіз тапсырманы ең бірінші жүктеп алуыңыз керек. Тапсырманың үстіне оң батырманы басамыз. Ең бірінші открыть ссылку в новой вкладке батырмасын басамыз. Одан кейін ол біздің тапсырмамыз жүктеледі. Жүктеу үшін кешіңіздер мынаяқта скачать деген батырманы басуды ұмытпаңыздар. Өзіңіздің компьютеріңізге оны сақтап аламыз. Өзгерту үшін. Қараңыздар, менде сақталды. Мен оны өз рабочий столыма, мысалы, істең келеді, жүктен келеді. Мысалы, показать в папке, оны мен алам да өзімнің мына жерге қоям. Міне ол дайын. Енді ішіне кіреміз. Мысалы, біздің тестіміз осы, тапсырмамыз осы. Жаңағыны көрдік, қанша тапсырма, қай тапсырма қанша балл беретін. Біз мына жерде сұрақтарға жауап, тестке жауап берейік. Мысалы, дұрыс жауап деп айтпаймын. Мысал ретінде дұрыс жауаптарын былай сарымен белгілеп шығайық. Үсті бәрін жұмысыңызды бітіргеннен кейін, жаңа есеп болса есеп шығарып, жауабын жазып, тест болса үсті варианттарын белгілеп шықтыңыз. Енді бұл тапсырманы біз не істейміз? Жабамыз, сохранить, етеміз, сақтаймыз. Міне, бұл жерде дайын, бірінші аптаның тапсырмасы. Бұны біз енді өз ұстазымызға қалай жібереміз? Ол үшін біз жаңағы кірдік қой, бірінші апта assignment тапсырмасына. Просмотреть деген жерге басамыз. Қараңыздар, бұл жерде бүкіл біздің
мысалы берілген тапсырмаларымыз көрінеді. Бізде week 1 бірінші тапсырмамыз, бір тапсырма тек қана бар. Біз өз жұмысымызды орындап болғаннан кейін қараңыздар, добавить деген плюсқа басамыз. Біздің жаңағы жұмысымыз рабочий столда, компьютерде. Сол үшін біз скрепка файл деген жерге басамыз. Бұл жерде тек қана бір батырма выбрать файл на устройстве. Таңдаймыз осыны. Жаңағы өзіміздің week 1 assignment мына жерде рабочий столда таптық. Соны ашамыз. Қараңыздар, мен өз тапсырмамды жерге жібердім. Содан кейін загрузить дегенді басам. Загрузка кетті. Мына жерде моя работаның астында назначено деген жасыл шықса, мен загрузка істедім. Өз тапсырмамды жіберіп қойдым деген сөз. Енді тапсырам ұстазыма келсін десеңіз, сдать басамыз. Бұл жерде ұмытпаңыздар, личный комментарий деген жер бар. Бұл жер өте маңызды. Сіз кез келген сұрақтарыңызды тікелей өзіңіздің ұстазыңызға осы жерден сұрай аласыз. Немесе кез келген басқа да сұрақ болса, әртүрлі комментарий осы жерге жазасыз. Бұны сізден басқа, ұстаздан басқа ешкім көре алмайды. Бұл личный комментарий. Енді жұмысымызды загрузка істедік, салдық. Енді сдать басамыз. Сдать задание. Тапсырайын ба дейді? Я, сдать. Біздің жұмысымыз біздің ұстазымызға жіберілді. Мына жерде сдано деген шықса, демек бұл жұмыс ұстазымызға кетті. Егер өзгеріс істеймін, нәрсе ұмытып десеңіз, отменить отправку деген батырманы басуға болады. Негізі бүгінгі айту керек заттардың бәрі үшін айтылды деп ойлаймын. Егер тағы да сұрақтарыңыз болатса, осы тікелей жаңағы мен айтқандай өз ұстазыңызға немесе бүкіл осы чатқа лента деген жердегі новый записьті басып, жердегі ұстаздарға, өзіңіз ұстазыңызға, басқа да физика пәні мұғалімдеріне жерден сұрақ қоя аласыз. Комментарий жазып, керек файлдарды добавить қоса аласыз осы жерден. Түсінікті деп ойлаймын, пайдасы сізге тисе өте қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Бәріңіз аман болыңыздар, хош сау болыңыздар.